Бәрі кілемді ежелден қолданып келеді. Әуелде үйдің жылулығын сақтау үшін қолданылды. Кейін кілемдер үй иесінің мәртебесі мен ауқаттылығының көрсеткішіне айналды. Дегенмен қанша дәуір-дәурен өтсе де, кілем тұрмыстан да сәннен де қалған жоқ. Кілем тоқу өнері қазақ үшін жат емес. Шымкентте алғашқы әрі ең ірі кілем тоқу фабрикасы бар. Қазақи кілемдер тоқу ерекшеліктеріне қарай түкті және тықыр, ал материалына қарай жібек, масаты, қылы деп бөлінеді. Ертеде кілем тек қолмен тоқылатын. Адамдар ағаштан тоқыма станогының рөлін атқаратын құрылғы жасап, онда қыз-келіншектер күні-түні бел жазбай көздің жауын алатын керемет туындылар жасап шығаратын. 19 ғасырда, нақтыласақ 1825 жылы, Европада ең алғашқы кілем тоқитын машина пайда болды. Оның авторы француз өнертапқышы және механигі Жозеф Мари Жаккард болатын. Мұнай және кілем екеуіне байланыстырады дерсіз. Мұнау ұсақ түйіршік полипропилен, мұнайдың қалдығынан алынатын шикізат. Кілем тоқитын отандық фабрикалар оны өңдеп, қажетті жіп алады. Өзіміз тонналап мұнай өндірсек те полипропилен өндіруге әзірге қауқарсызбыз. Сондықтан бұл шикізатты кілем тоқитын қазақстандық фабрикалар сырттан, Ресейден сатып алып жүр. Полипропилен шығаратын өндіріс өзімізде қосылуы мүмкін. Бұл енді уақыт еншісіндегі мәселе. Айта кеткен жөн, полипропилен шығару цехы іске қосылмай тұрғанда фабрика бұндай жіпті Түркия, Бангладеш секілді елдерден әкелуге мәжбүр болатын. Бұл кілем тоқуға арналған синтетикалық жіпті шығаратын алғашқы әрі әзірге жалғыз өндіріс. Полипропилен жіптерін кілем өндірісіндегі қолданудың өз сыры бар. Табиғи және акрилді жіптерге қарағанда бұл материал тегіс, сондықтан кір немесе дақ ешқашан жіптің құрылымы арқылы ене алмайды. Осының арқасында кілемдерді тазалау оңай. Полипропилен 230 градуста ерітіледі. Оған жұмсартқыш және бояудың қажетті түсі құйылады. Әбден араластырылғаннан кейін бұл қоспадан жіп шығарылады. Фабрика күніне 8,5 мың тонна жіп, яғни 1600 жіп орамын әзірлейді. Кілемнің түрі де түсі де көп, сапасы да әртүрлі. Мысалы, бір кілемді тоқып шығу үшін 20 мыңға жуық жіп орамы қажет. Кілемнің сапасына мұнда дизайнерлерден бастап сол кілемді көлікке тиейтін адамға дейін барлығы жауапты. Жіп орамы дайын болса, дизайнерлер тапсырыс берушімен кілемнің көлемін, түрі мен түсін келіседі. Кілемнің кескіндемесі компьютерлерде дайын болғаннан кейін ол желі арқылы тоқыма станоктарына келіп түседі. Маман өнімнің тығыздығын тапсырып, тоқыма машиналарын іске қосады. Тоқыма цехы фабриканың жүрегі. Бұл жерде 13 тоқыма станогы орналасқан. Тоқыма станогынан шыққан кілем жұмсақ болады. Сондықтан жіптері сөгілмес үшін кілемнің астарына латекс, яғни арнайы желім жағылады. Әрине бұл қолмен атқарылатын іс емес. Мына құрылғылар желімді 125 градус ыстықта кілемнің астарына тегістеп жағады. Сосын кілемдер бу машинасына жіберіледі. Онда түгі көтеріліп, үтіктеледі. Одан соң этикеткасы жабыстырылып, кейбір кілемдердің шетіне шашақтар тігіледі. Кілем өндірістің барлық кезеңдерінен және сапа бақылауынан өткен соң оны тығыздап, орап қаптайды. Күніне орам түрлі түсті кілемдер Шымкенттегі фабрикадан шығып, елдің түкпір-түкпіріне жөнелтіледі. Елге ғана емес, шетелге де шығып жатыр. Фабрикада жылына 6 миллион шаршы метр кілем тоқылады. Бұны басқаша сипаттасақ, 100 мың жүк көлігі деген сөз. Яғни 100 мың жүк көлігіне келген кілемдерді көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Қазақстанда тоқылған кілемдерге әсіресе көрші елдерден сұраныс көп. Қазақстанда сапалы әрі сәнді кілемдер осылай тоқылады.